Bismillahirrahmanirrахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Вассалату вассаламу ala набийина Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Енді зікірден адам баласы бет бұрса қандай нәтиже болады? Зікір деген жалпы бұл зікір деген не? Зікір деген жалпы ол Аллах Тағалаға иман келтіру. Оның жалғыз ешқандай серік жоқ екен, илах екеніне, құдай екеніне иман келтіру. Сол сияқты Құранның түсуі де зікір бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның келуі де зікір. Жалпы дін бұл зікір. Сол сияқты Аллах Тағаланың бізге құлдарына міндеттеген парыздары, сол сияқты бізге жүктеген нәрселері, сол сияқты бізге бойұсын және тыйыл деген нәрселерінің барлығы бұл зікірге кіреді екен. Барлығы зікірге кіреді екен. Енді қандай да бір адам кімде-кім осы зікірден бас тартатын болса, бет бұратын болса, оның нәтижесі қандай болады? Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уаман а'рада ан зикри фаинна лаху маишатан донка". Кім дейді, мені еске алудан дейді, менің зікірімнен дейді, бас тартса дейді, бет бұрса дейді, фаинна лаху маишатан донка, расында біз оған маиша донка, біз оған бір қиын өмір береміз дейді. Зікір деген сөздің жаңа біз мағынасын не істедік, жоғарыда айттық. Фаинна лаху маишатан донка, расында біз оған қиын өмір береміз дейді. Ванахшуруху яумал қиямати ама, біз оны қиямет күні соқыр етіп тірілтеміз дейді. Енді бізге осы өмірде адамдардың нелері әртүрлі жағдайлар. Кейбіреулері Аллах Тағала мал мансап берген, жағдайлары жақсы, сол сияқты үлкен қызметтерде болады адамдар, мансаптар да болады, мал дүниесі мол болады, мал дүниесі көп болады. Адамдар соған қарап, олардың өмір сүру тәсілі, өмір сүру салты жеңіл болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол адамдар, Аллах Тағала қанша көп оларға байлық берсін, мал берсін, бірақ ол адамдар Аллах Тағаланың бірлігінде, Аллах Тағалаға иман келтіруде болмаса, иман келтірмесе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ермесе, Құранмен амал жасамаса, бәрібір олардың не дейді Аллах Тағала? Фаинна лаху, расында оған маишатан донка, олардың өмірлері қиындықта болады дейді. Енді аяттың арғы жалғасы: Қала Робби лима хашартани ама, ол айтады дейді қиямет күні: Раббым, не үшін мені ама, мені соқыр қылып тірілттің дейді. Уақаду кунту басира, мен өмірде көретін едім ғой дейді. Сол кезде қала кадалика ататка аятуна фанаситаха, қала айтты дейді, кадалика сол сияқты дейді, ататка аятуна, біздің аяттарымыз келді дейді, фанаситаха, сен оларды ұмыттың дейді. Яғни Аллах Тағаланың құзырынан Құран түсіп, анық оған аяттар келді дейді. Анық дәлелдер келді деген мағынада. Аллах Тағала жалғыз екеніне, оған серік қоспау керек, Пайғамбар саллаллаху алейхи еру керек, жақсылық жасау керек, жамандықтан тыйылу керек, бойсын деген нәрсені бойсыну керек, Аллах Тағаланың бізге жүктеген парыздарын орындау керек деген анық аяттар келген кезде фанаситаха, сен оларды ұмыттың дейді. Вакадалика аль-яума тунса, сол сияқты сен аль-яум, қиямет күні, тунса, соқыр күйінде, тозақта, отта, Алла сақтасын, тунса, ұмытыласың дейді Аллах Тағала. Ұмытыласың дейді. Себебі не? Саған біздің аяттарымыз келді, сен оны көрмедің, сондықтан сен осы соқыр күйінде, тозақта ұмытыласың дейді. Енді бұл Аллах Тағаланың зікірінен бас тартуының нәтижесі осы болады екен. Сол сияқты Каф сүресінің 57-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Уаман азламу мимман зуккира би аяти раббих", сондай бір залым адам бар ма дейді, содан асқан залым адам бар ма дейді. Оған дейді, зуккира би аяти раббих, оның Раббысының аяттары оқылды дейді, немесе сол туралы ескертілді дейді. Фа'рада анха, ол одан бет бұрды дейді, ол одан теріс айналды дейді. Уанасияма қаддамат яда, ол және өзінің екі қолымен ұсынған жаман амалдарын ұмытты дейді. Екі қолмен істеген күнәларын ол ұмытты дейді. Яғни ол тәубе жасамады дейді, содан тыйылмады дейді. Инна джална ала қулубихим акинна, біз олардың жүректеріне акинна жасадық дейді. Олардың жүректерін тұмшаладық дейді Аллах Тағала. Олар түсінбес үшін дейді. Олар түсіне алмайды дейді. Уафи аданихим уақро, олардың сол сияқты құлақтарында уақро бар дейді, саңыраулық бар дейді. Оларға Аллах Тағаланың аяттары оқылса, олар оны түсінбейді дейді.
жүректері түсінбейді дейді оны. Сол сияқты олардың құлақтары естілмейді дейді. Құлақтары естімейді дейді, хақты естімейді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис айтылса, оларды түсінбейді, естімейді. Сол сияқты Аллах тағаланың сөзі оқылса, олар оны түсінбейді және олар оны естімейді. Егер дейді, Пайғамбар саллаллаху айтып отыр Аллах тағала, егер сен оларды дейді тура жолға шақырсан дейді, әл-худа, исламға дейді, таухидке шақырсан дейді, Пайғамбар саллаллаху еруге шақырсан дейді, Аллахтың парыздарын орындауға шақырсан дейді, исламға шақырсан, иманға шақырсан, әл-худа, тура жолға шақырсан, олар оған ешқашан түспейді дейді. Олар оған ешқашан түспейді дейді. Жалпы имансыздардың, Аллах тағалаға сенбеушілердің, имансыздардың, сол сияқты күпірлікте жүргендердің белгілерінен, сипатынан Аллах тағала айтады. Әл-Анбия сүресінің 42-ші аятында айтады. Бәлхум ан зикри роббихим му'ридун. Бәлкім олар дейді, бәлхум ан зикри роббихим, раббыларының зікірінен му'ридун, бет бұрушылар дейді, бас тартушылар дейді, теріс айналып кетушілер дейді. Осы олардың сипаттарынан екен. Енді бет бұрудың, зікірден бет бұрудың нәтижесі туралы бізге дейінгі өткен салихалы айтқан сөздер бар. Салихалы иманды кісілердің айтқан сөздері бар. Осы дүниені жақсы көру дейді, қияметке, ақыретке сенбеудің және осы дүниені жақсы көрудің нәтижесі дейді, үш нәрседен олар айырылмайды дейді, үш нәрседен олар құтыла алмайды дейді. Хаммун лазимун, бір кетпейтін дейді, бірыңғай уайым дейді. Ва та'бун даимун, әрдайым болатын бір шалдығу дейді, шаршау дейді. Ва хасратун ла танқадо, сол сияқты хасрет дейді, ешқашан таусылмайтын дейді. Олардың ажалы келгенше дейін ешқашан таусылмайтын бір хасрет дейді. Бұл олардың осы дүниені жақсы көрулеріне байланысты осы үш нәрседен айырылмайды екен. Аллаху тағала ала. Бұл жалпы не? Зікірден бас бұрудың, бет бұрудың нәтижесі болып табылады екен. Аллаху тағала ала.